Сәлем достар, бұл жабайы табиғат арнасы. Бүгін біз табиғаттағы ең таңғажайып құбылыстардың бірі, жануарлардың бүркемелену өнері туралы сөз қозғаймыз. Жер бетіндегі көптеген жануарлар тіршілігін дәл осы қабілеттің арқасында сақтап келеді. Бірі ағаш қабығымен тұтасып кетсе, енді бірі жапырақ арасында мүлде байқалмай кетеді. Табиғаттағы бұл шеберлік кімнің аңшы, кімнің жем болатынын анықтайды. Батыс Малайзия ормандарында қандайда бір аш құс жем іздеп ұшып жүрсе, сол сәтте-ақ барон көбелегінің жұлдыз құрты көзден ғайып болады. Көптеген көбелек дернәсілдері өсімдіктермен үйлесіп кетуге бейімделген, және барон жұлдыз құрты бұл өнерді жоғары деңгейде орындайды. Оның дене пішіні мен түсі айналасындағы жапырақтармен толықтай үйлесіп кетеді. Мұндай бейімделу жыртқыштардан аман қалып, кейін әдемі көбелекке айналуына мүмкіндік береді. Маржан рифтері тіршілік үшін аса қатал орта. Сондықтан мұнда өмір сүретін жәндіктер мен балықтардың көбі көзге түспеудің амалын іздейді. Солардың бірі ергежейлі теңіз атбас балығы. Ұзындығы небәрі 2,5 сантиметрге жететін бұл кішкентай тіршілік иесінің денесі маржанның бұдырлы құрылымына ұқсайды. Олар Тынық мұхитындағы ерекше маржан түрлерінің арасында өмір сүреді. Денесінің түсі де қоршаған ортаға дәл сәйкес келетіндіктен, адамдар оларды алғашында тек арнайы зерттеу кезінде ғана байқаған. Ал Мадагаскар ормандарында өмір сүретін ерекше геккон табиғаттың нағыз шебері деуге болады. Оның денесі мүк пен ағаш қабығына ұқсап кетеді. Терісіндегі ерекше қатпарлар оны көзге мүлде байқатпайды. Бұған қоса, хамелеон секілді терісінің түсін өзгерте алады. Алайда бұл ерекше жануар бүгінде мекен ету ортасының жойылуы мен заңсыз сауданың кесірінен сиреп бара жатыр. Үлкен сары көздерімен, жарқыраған тұмсығымен ерекшеленетін исполин құсы да табиғаттағы шебер жасырынушылардың бірі. Қауіп төнген сәтте ол көзін жұмып, басын артқа шалқайтып, ағаш қабығымен тұтасып кетеді. Сырттай үкіге ұқсағанымен, оның тіршілігі мүлде өзгеше. Бұл құс нашар ұшады, әрі жемтігін өздігінен ауламайды. Оның тәсілі ағаш бұтағында үнсіз отырып, жемтіктің өзі сол жерге келгенін күтеді. Егер сізге бір күні үнді немесе Тынық мұхитында аквалангпен сүңгу бұйырса, онда рифтердің арасындағы тастардан абай болыңыз. Себебі олардың бірі жер бетіндегі ең улы балық, тасбалық болуы мүмкін. Бұл балықтар Египеттен Аустралияға дейінгі таяз суларда кездеседі. Денесі тас пен маржанға қатты ұқсайтындықтан, оларды бірден байқау өте қиын. Тасбалық жемтігін аңдып жатып, аяқ астынан шабуыл жасайды. Ал қорғаныс үшін уға толы 13 өткір тікенін қолданады. Оның уы адамды бірнеше сағат ішінде өлтіруі мүмкін. Сондықтан мамандар мұндай аймақтарда теңіз түбімен жүрмей, жоғарыда жүзіп қозғалуға кеңес береді. Жапыраққа ұқсайтын шегірткелер де табиғаттың ерекше жаратылыстарының бірі. Олардың денесі жапырақ пішініне ұқсайтындықтан, жыртқыштар оларды байқамай қалады. Оларды көзбен байқаудан бұрын оның қанатын икеп шығарған дыбысын естисіз. Негізгі қорегі жапырақ болғандықтан, сыртқы бейнесі де соған бейімделген. Жапырақтар арасында бұл кішкентай тіршілік иесін аңғару оңай болмайды. Теңіз түбінде тіршілік етуге мінсіз бейімделген балықтардың бірі камбала. Бұл балықтың жалпақ денесі мен терісінің түсі теңіз түбімен үйлесіп кетеді. Осылайша жыртқыштардан қорғанып қана қоймай, аш-шайындар мен ұсақ балықтарға тұтқиылдан шабуыл жасайды. Камбала әуелі кәдімгі дернәсіл ретінде өсіп жетіледі. Алайда есейген сайын оның денесінде ерекше өзгерістер болады. Теңіз камбаласының көздері жоғарыға шығыңқы қалыптасқан және жан-жаққа еркін қозғалады. Соның арқасында ол теңіз түбінде денесін көлденең ұстап жүзіп, екі көзімен айналасын бақылап, жауларынан шебер жасырынуға мүмкіндік алады. Алайда бүгінде бұл балықтардың көптеген түрі шамадан тыс аулаудың салдарынан жойылу қаупіне ұшыраған. Көптеген мысық тұқымдастар секілді, ягуардың денесінде көмескі дақты өрнектер қалыптасқан. Бұл өрнектер оған түрлі ортада, тіпті өз табиғи мекеннен тыс жерлерде де айналамен үйлесіп кетуге көмектеседі. Ол арыстан, жолбарыс және қабылан секілді ірі жыртқыштармен бір тұқымдас болғанымен, өзгелерден ерекшеленетін өзіндік қасиеттері бар. Көптеген жануарларға жасырыну үшін белгілі бір орта қажет болса, кейбірі кез келген жерде көзге түспей кете алады. Соның айқын мысалы таяқша жәндіктер. Олардың денесі кәдімгі ағаш бұтағына ұқсайтындықтан байқап көру өте қиын. Табиғатта мұндай жәндіктердің сан алуан түрі кездеседі. Көбіне жасыл немесе қоңыр түсті болып келеді. Қауіп төнген сәтте олар мүлде қимылсыз қатып қалады.
немесе желмен тербелген бұтақ секілді баяу қозғалып, өзін ағаштың бір бөлігі ретінде көрсетеді. Ендеше біздің видеомыз осымен аяқталды. Арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.